Криштиану Роналду 2023 жылды үздік сұрмерген ретінде аяқтауы мүмкін. Ал Мухаммед Салахты қазір өз фанаттары жерден алып, жерге салып жатыр. Дау неден туды? Барселонаның жетекші футболшысы жарақатына байланысты алдағы Испания суперкубогына қатыспайды. Одан бөлек Англия премьер-лигасындағы ең жек көрінішті бапкер белгілі болды. Бұл екінші тайм арнасы мен Есет Төлеш футболдағы соңғы жаңалықтар ыстықтай қабыл алыңыздар. Кеттік. Шексіз бонустар, үлкен көлемдегі кэшбэк және өте ыңғайлы қосымша іздеп жүрсіз бе? Мұның бәрін достарымыз TNS-KZ-тен таба аласыздар. Сілтемесі комментарийде болады, ал мен бәстігу пайда көру құралы емес, тек көңіл көтеру амалы екенін еске саламын. Мухаммед Салах сынның астында қалды. Ойын үшін емес, Инстаграмдағы жазбасы үшін. Мухаммед өзінің фанаттарын Рождествомен құттықтаған болатын. Салах араб, яғни мұсылман, ал фанаттарына футболшы басқа діннің мерекесімен құттықтап жатқаны ұнамапты. Мухаммед Инстаграмда шыршаның суретін жариялап, Рождествомен құттықтады. Бірақ онда Газа секторы жайында айтып, биыл Рождествоны тойлау кезінде жүрегі ауыратынын жазған. Құттықтау емес, таяу шығыстағы соғысқа арналған пост сияқты көрінді маған, тек соңындағы Merry Christmas деген жазу болмаса. Мұндай құттықтау постын Салах жыл сайын салады және жыл сайын хейт астында қалады. Биыл да солай, биыл хейт одан сайын көбейіп кетті, себебі Палестинадағы жағдайға байланысты жұрт мұсылман екеніңді ұмытпа, еврейлердің мақтанышы, жазылымды алып тастадым, дінді таңда бауырым деген секілді пікірлер жазып тастаған. Салахтың әдеттегі посттарына көбіне 5-6 мың пікір жазылады, ал Рождествомен құттықтау жазбасына 113 мың пікір қалдырыпты. Жазылушылар, бұл әзірше Мухаммедтің Инстаграмдағы рекорды саналады. Негізі Мухаммед жыл сайын Рождествомен құттықтайды және жыл сайын әдеттегідей оған хейт төгіледі, жаңбырша жауады. Дегенмен биыл хейт 2 есе көп болып тұр, себебі мұның бәрі әрине Палестинадағы жағдайға байланысты, және өзінің жазбасында да Салах Палестина деп айтқан жоқ, жай ғана таяу шығыстағы соғыс деп айтқан үшін фанаттар, жанкүйерлер дәл қазір Мухаммедті сынап жатыр. Дегенмен әдетте қаңтарда мұның бәрі ұмытылады. 2023 жылдың үздік сұрмергендері тізімінде Криштиану Роналду көш басына шықты. Ол Кәрім Бензема ойнайтын Әл-Итихадқа қарсы матчта дубль жасады. Осылайша португалиялық футболшы 2023 жылы 53-ші голын тоғытып тастады. Бұл көрсеткіш бойынша Криштиану көш басында тұр. Ол ПСЖ жұлдызы Килиан Мбаппе мен Бавария шабуылшысы Харри Кейнді озды. Оларда 52 голдан бар. Мбаппе үшінде, Кейн үшінде 2023 жыл аяқталды. Ал 4-ші орында Эрлинг Холланд. Норвегиялықтың еншісінде 2023 жылы 50 гол бар. Дегенмен бұл қорытынды тізім емес, себебі Әл-Насырды алда бір матч күтіп тұр. 30 желтоқсанда Сауд Про лигасы аясында Әл-Таунмен күш сынасады. Роналду өз көрсеткішін жақсартуы мүмкін. Холландтың да көш басына оралуға мүмкіндігі бар, себебі Манчестер Сити жыл соңына дейін 2 матч өткізеді. Боксинг Дэй кезінде Эрлинг бірнеше гол тоғытса, бірінші орынға шығып кетуі әбден ықтимал. Қалалықтар АПЛ аясында 27-ші желтоқсанда Эвертонға қонаққа барады, ал 30-ші желтоқсанда өз алаңында аутсайдер Шеффилд Юнайтедпен күш сынасады. Холландтың өзі желтоқсанның басынан бері жарақатынан емделіп жатыр, алаңға нақты қашан оралатыны белгісіз. Мүмкін тым болмаса Шеффилдке қарсы кездесуге алаңға шығып қалуы мүмкін. Негізі фанаттар бұл көрсеткіш кезінде Роналду голдарының бәрін Сауд Про лигасында, Азиялық чемпиондар лигасында соғып жүргенін алға тартады, ал Мбаппе, Кейн, Холланд болса қиын топ-5 лигада, чемпиондар лигасында ойнап жатыр. Мұның бәрі әрине түсінікті, мұның бәрімен келісуге болады. Бірақ Криштиану 38 жаста екенін ұмытпау керек, және бір айдан кейін сол 38 жастың өзі де болмайын деп тұр. Ақпанда Роналду 39-ға толады. Мәссаған. Криштиану 39-ға келді. Ал 2023-ті шамасы Роналду сұрмерген ретінде аяқтайтын сияқты. Англия премьер-лигасындағы ең жек көрінішті бапкер кім? Осындай да сауалнамалар болады екен. Бұл сұрақтың жауабын Stocklytics сараптамалық сайты іздепті. АПЛ-дағы 1000 жанкүйер арасында сауалнама жүрген.
Сонда ең жек көретін бапкерін таңдаған екен. Бірінші орынды кім алды деп ойлайсыздар? Юрген Клопп. Ашуланшақ бапкердің эмоциялары, матчтан кейінгі даулы мәлімдемелері жанкүйерлерге аса ұнамайтын сияқты. Ал екінші орынды Эрик Тен Хаг алды. Тен Хагқа көбіне Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлері дауыс берген сияқты меніңше. Бұл екі бапкер басқаларынан оқ бойы озып кетті. Үшінші орынды Микель Артета еншіледі. Арсенал бапкерінің де матчтан кейінгі жиі шағымдары жанкүйерлерге ұнамайтын болып тұр сонда. Одан бөлек топ 5 қатарында Пеп Гвардиола және Челсидің жаттықтырушысы Маурисио Почеттино бар. Педри тағы да жарақат алды. Футболшы өткен аптада жаттығу кезінде бұлшық етін жарақаттап алған. Футболшы алаңға тек қаңтардың соңында оралады. Педри Испания суперкубогына қатыспайтыны белгілі болып тұр сонда. Суперкубок матчтары қаңтарда Сауд Арабиясында өтеді. Барселона суперкубоктың жартылай финалында Осасунамен кездеседі. Каталониялықтардың талант ойыншысы Сауд Арабиясына бармайтын секілді. 21 жастағы жартылай қорғаушы емханадан шықпайтын болды. Ол осы маусымда екінші рет жарақат алып отыр. Тамыз бен қараша арасында тізесін емдеп 71 күн алаңға шықпаған еді. Желтоқсанда қайтадан міне осылайша жарақат алып қалып отыр. Жалпы Педри соңғы 2,5 маусым ішінде 8 рет жарақат алды. Оның басым бөлігі тізе жарақаты, одан бөлек коронавирус, бұлшық ет жарақаты бар. Ал осы маусымда ол бар болғаны 11 матчқа қатыса алды. Халықаралық футбол тарихы және статистикасы федерациясы 2023 жылдың үздік футболшыларын жариялады. Федерация сауалнама жүргізген, оның нәтижесі бойынша жыл үздігі атағын Эрлинг Холланд еншіледі. Ол 208 ұпай жинады. Норвегиялық футболшы 2023 жылы 50 гол соқты, требл жасады және осы атқа лайық деуге болады. 105 ұпай еншілеген Килиан Мбаппе екінші орында және Интер Майамидің аргентиналық жұлдызы Лионель Месси үздік үштікті түйіндеді. Сонымен қатар топ 10 қатарында Родри, Джуд Беллингем, Кевин Де Брюйне, Харри Кейн, Бернарду Силва, Винисиус пен Лаутаро Мартинес бар. АПЛда ең қатты арзандаған футболшы кім? Мұның жауабын беделді трансфер-маркет сайты берді. Құны тым төмендеп кеткен футболшы Сандро Тонали. Бұл түсінікті де шығар, негізі себебі Ньюкаслдың футболшысы 20 миллион еуроға арзандаған, қазір оның трансферлік құны 40 миллион еуро болып тұр. Италиялық футболшы бәс тіккені үшін 10 айға шеттетілген болатын. Сандро енді бұдан да қатты арзандай беретін шығар, ал ол осы маусымда мүлдем ойнамайды. Екінші орында Манчестер Юнайтедтің жаңа ойыншысы тұр. Бірден айта кетейінші, арзандаған топ 10 футболшы тізімінде қызыл сойқандардың 5 футболшысы бар. Екінші орында Мейсон Маунт. Оның трансферлік құны 15 миллион еуроға түскен. Антони үшінші сатыда, Эмюден тағы Каземиро мен Рафаэль Варан бар. Жарақатынан емделіп жатқан Неймар қазір не істеп жүр? Білесіздер ме? Оның әлкеләлде шаруасы жоқ сияқты, ол өзінің круиз лайнермен саяхатқа шықты. 27 желтоқсанда түн ішінде бразилиялықтың лайнері Сантостан жолға шықты. 3 күн саяхатта болады. Кеме Рио-де-Жанейроның оңтүстік бөлігіне жетеді де кері қайтады. Неймар өзінің лайнеріне билеттер сатқан болатын. Билет құны 1000 еуродан басталып 6000 еуроға дейін жетті. Саяхат барысында 3 сауық кеші болады. Ақ киіммен, арнайы костюммен және тропикалық кеш. Кемеде бразилиялық танымал әртістердің концерттері де жоспарланған екен. Лайнерде қонақтарды боулинг, ойын бөлмесі, арнайы дүкендер, 4D кинотеатр, аквапарк күтеді. Және Неймардың кемесінде тағы не болуы мүмкін? Казино әрине. Бразилиялық футболшы қазанда ауыр жарақат алған болатын. Ол алаңға енді осы маусымда оралмайды. Сондықтан мұндай сауық кештері өте көп болатын сияқты. Бүгінге осы соңғы жаңалықтарды осылай жинап шықтық. Ең қызықтары осы болып тұр. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. YouTube арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Тезірек 8000 жазылушыға жетейік және келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сау болыңыздар.